Армысыздар, кеш жарық құрметті Жайдарман ойындарының көрермендері. Жаңа оқу жылының басталуымен елордамызға әдеттегідей еліміздің түкпір-түкпірінен бірінші курс студенттері бірігеді. Осы ойында сіздермен қауышқанымызға ерекше қуаныштымыз. Жалпы Жайдарман ойындарының тұрақты көрермендеріне қош келдіңіздер! Құрметті көрермен, бүгін Жастар сарайында республикалық Қазақстан кап сайыстары өз жалғасын табады. 1-4 ширек финалдық сайыстар. Маусымашар фестивалінің қорытындысы бойынша 60-қа жуық командаға мүмкіндік берілген болатын. Солардың үздік 8 командасы бүгінгі сайыста өзара 4 жұпқа бөлініп, өнер көрсететін болады. Командаларымызбен ойынымыздың барысында танысатын боласыздар. Әзірге бүгінгі командаларға төрелік ететін Қазылар алқасының құрамымен таныс болыңыздар. Бүгінгі құрам ерекше, таныс болыңыздар. Ардагер Жайдарманшы, кезіндегі аты шулы Қызылорда құрамасының белді мүшесі. Әр жылдары Жайдарман ойындардың әртүрлі лигаларында сәтті өнер көрсеткен Тереңөзек құрамасының белді мүшесі. Елордамыздағы мерекелік іс-шараларды жүргізу саласындағы менің аға буын өкім әріптесім Бақытбек Қарамырзаев. Экспресс Ақтөбе командасының сапындағы 2011 жылғы жоғары лига ойындардың чемпионы, Жайдарман ойындардың бас редакторы Рамазан Фаилов. Және Жайдарман қозғалысының негізін қалаушы Есен Елукен ағамыз. Есен Елукен. Әдеттегідей бүгінгі сайысымыз жекпе-жек форматында өтетін болады. Алғашқы болып бастайтын 2023 жылғы республикалық Жайдарман Junior жобасының чемпиондары. Мектеп оқушылары болса да, ересек командаларымен осы сахнада бәсекелестік тудыра білдіріп, сәтті өнер көрсетіп жүрген жандар. Сахнада Батыс Қазақстан облысынан келіп отырған Тасқала ауданы Ақтау ауылы, сахнада Жұдырық командасы. Ширек финал Жұдырық! Жайдарманда Жұдырық ей көрермен. Қалды сізді сағынып бұл ойынға, ғашықпыз ғой мынамыз қошеметтеп. Қолдарыңыздар енді сіз Жайдарманда Жұдырық ей көрермен. Қалдық сізді сағынып бұл ойынға, ғашықпыз ғой мынамыз қошеметтеп. Қолдарыңыздар енді сіз. Қайырлы кеш Астана! Жайдарман 1-4. Кеткенім ба сөйлемай, жаным гүлмай деп қоясың ғой. Шықпаймыз ба деп едім, шықпай қалғандар қаншама бұл ойынға қорқып едім бар. Жігіттер, бірден айтып қояйын, алба-жұлба болып формаларын дұрыстап тұрыңдар. Мұнда дейтін тікелей түсірілім болып отыр. Сосын залда біздің ата-аналарымыз отыр. Қазір біздің быт-шыт болған түріміз фотоға түсіріп атты, балам сәттілік деп статусына салып қояды. Оны 1045 адам көреді, ұят қой, совсем ұят. Сосын жігіттер байқаған шығарсыңдар, мен жақсы өлең айтам ғой. Есен аға да білет, көрермендер де білет, жақсы өлең айтам, тамағым күшті деген. Сен жақсы өлең айтатыныңды білеміз, Еңсар, бірақ ауылда 2 жұлдыз емес саған ДК-дағы. Республиканский сахна кішкене әзіл ойнау керек. Енді мен әзіл ойнай алмаймын ғой, мен өлең айтам ғой. Енді әркім өзін дейтін, қолынан келетін затты істеу керек емес пе енді? Жоқ, қолынан келетін істеу керек, бірақ біздер деген әзіл ойнауымыз керек қой мында. Білмеймін, мен ән айтам, әзілдеріңді өздерің ойнай беріңдер. Сен дең дұрыс па? Сен бөліпсің ба өзі? Иә? Жарымсың ба? Өзің қара Еңсар, бірақ қарасың ғой Итаки, бірақ бетіңе айтайын, өзің қара. Сенсізде бірдемен бітіреміз, сен бір жыпырып жүрген дымың жоқ Еңсар. Айтайын, кім Динара бөлініп тұр ғой, хабарла, өзіміз ойнайық. Күндіз-түні бір тынбай дала кезген шапқылап,
құмар едім өзіңе бала кезден ақ бұлақ. Әнге бөлеп маңайды асып тасып жатасың, ақ моншақтан аспанға шашу шашып жатасың. Сенің келіп жағаңнан анам талай су алған, сенің келіп жағаңнан әкем атын суарған. Айналайын ақ бұлақ, асыр салғам жағаңда, сенен артық өлкені бұл әлемнен табам ба, сенен артық өлкені бұл әлемнен табам ба. Мұна өші болмайды екенсің. Ырсылдақ болдық, өкпеміз олмыз болып қалдық қой қаяққа кеткенімізде. Менде айтпақшы қазақи сөз бар бір. Бөлінгенде бөрі жейді дейді. Өпше бөлінбе керек екен бізге. Мына фокус бар ғой қарсылас команда. Соны бөрі болып жұлып жеу керек қой. Ендеше қасқыр мінезді жодырақ. Ау, кеттік! Сонымен көреміз отбасында. Еңсаржан айналайын бұда кеш. Ау, мама. Сен жақсы өлең айтады дейді, Гүлшат апаң томаларға жіберіп отыр ғой. Кел құрсын маңдайыңнан Ой, сен. мама, сол жер айта бер, естіп тұр, иә. Келші болшы. Ой, жоқ, мама, сол жер айта бер, естіп тұр, нормально. Кел деймін, кел. Ой, мама, естіп тұр, сол жер айта бер. Жоқ, мама, Темекіде кеш сұқтыр сен бала сұқтиян. Вендістің бананның күйсі ғой, мына сұбос қана. Бар екен ғой. Сұбос, жалмағыза, маған айтып отқа рахметің осы ғой, сен бізде әкең өлім тәй жеттім. Сәлім керек. Ау! Сұбос, мына балаң темек шеуіп жүр ғой. А? Мына балаң темек шеуіп жүр деймін саған. Ау! Мұнда кеш құрсын Сол балаң. же тұрып айта бер, жақында ба. Сен де шымалға шықпа, жалмау қол. Осындайда болады екен. Тойда ойын ойнап жатып, ойынын ұмытып қалған тамада. Енді балам бол, енді астыңдағы әжеңмен шыдамайды. Әже құрттай шыдаңшы. Қалай кетті? Ол енді балам. Қазір ата құрттай шыдай тұр, осылай тұр. Тойда айыратын ойнайды ғой. Қай жерінен қателестің, мұны осылай тұр. Походу бәрі дұрыс қой. Музыкант, ютубқа жазшы. Тамады Сабыржан той ойындеш, шақты маған сол ғой, әкелші сол ғой. Сонымен көреміз, әрбір жігіттің басынан осындай кезең өткен шығар. I move when my heart say move. Feels like a lion, got nothing to prove. Stubborn as a hot damn mule. God in my corner, nigga can't lose. Trying to ela tá maluca, ela tá doidinha. Piranha, ella se vuelve loca cuando llega a la pista. Сонымен көреміз, мектепте дәл осындай жайдарман ойындан жүргізетін тәлімгер апайларымыз болады. Сонымен көреміз, бас тесік бала душта. Клубникін дәм шыға ма? Қайыржан, көшіріш демей. Қайыржан, көшіріш деп құрсын, мидың ішін су қылмай. Музыканы тастаймын, қатты ба, бірдеме құрсын. Міне 8Б қырандары КТК командасына қошеметтеп отырыңдар, оқушылар, қошеметтеп отырыңдар. Міне. Апай, әлі КВН біткен жоқ қой. Жағаласпаш, мен сөйлеп атым, сосын ойнайсың қалғанын. Міне, қандай саяси әзіл міне. Басы тесік бала душта деп отыр, көрдіңдер ғой. Дияс 8Б алға деген плакат, жасамадым ба, жаса деп. Ладно, забей енді. Білесіздер, құрметті қазылар алқасы, бұл балалар өзімнің оқушым, өзім класс жетекшісімін. Ортасындағы мына Еркебұлан алдында театрдан бар, бірінші орын Ақкөлді республиканский сайыстардан. Химиядан, олимпиададан екінші орын алдында. Әйтеуір мектебіміздің активисі, бір бұрышын тіреп тұрған осы. Енді қазылар алқасын балын білейік. Директор мырза, 11 балы қойып отыр. Міне. Зауыт апай, 12 балы қойып отыр.
міне. Биология апай 14 балл дейді. Міне. Технология. Сізге болмайды бұл жерге перегермен. Балалар отыр. Ну ладно, енді заводчтың күйеуі ғой. Ладно, забейдей салайық оны да. Енді дышаға 2 балл. Жаңағы басы тесік деген ауыр кетті ау. Алдында өзі мектептің алдында өліп лапасын жарып алып еді. Өзіме өтеді. Ойбай, кешір. Өзіме өтеді бірақ. Енді мен жалпылама әділ балмен есептеп отырмын мына жерде. Общий қорытындымен 57 балмен 8 Б қырандар кітікамынсы жеңіске жетіп отыр. Оқушылар тарамаймыз. Отырғышты жан-жаққа сырыңдар, дискотека жинаймыз. Мұғалімдер 17-ші кабинетке шайға жүріңдер. Ойын сонында. Біздермен бірге Қазақстан Кап жобасына жолдама алған мектеп командалардың бәрі өкінішке орай орта жолдан артқа қайтты. Ал олар қазір жылы жарық мектепте мұғалімдердің жандарында білім алуда. Ал біз ше? Біз не бітіріп жатыр? Туған жерімізден 2000 километр алыстамыз. Мектепте мұғалімнен жырақтамыз. 10 күн болды Астанада қаңғып жүргенімізге. Айтарға сөзім жоқ. Рахмет саған Жайдарман! Осындай мүмкіндік сыйлағанға рахмет. Ойбай, ризам Есен аға. Еркексіз ғой. Бетіңізге айтайын, мужиксіз ғой Есен аға. Рахмет, құрметті қазылар алқасы, финалға дейін жүріп бере аламыз осылай бар. Бос жатыр үйде. Мына білім, ойбай, оқымай қалады, ойламай-ақ қойыңыздар. Грант жатыр Есен аға, үйде жатыр грант, білесіз ғой өзіңіз. Сатпай университетін 12-ші кабинетіне еске теуіп берем ғой. Тек мына жерге барсеткімен мисік салбасам болды, жарайды сол маған. Рахмет. Сіздермен бірге болған жұдырық. Біздің аттаттың көше, біздің айдың саябақ. Сені бақыт еткім келеді, алақанымда аялап, себелеп жаңбыр жаусын. Рахмет, алғашқы өнер көрсеткен жұдырық командасы Аз Данер мейрамханалар желісінің басшысы Алишер Молдашевке өз алғыстарын білдіреді. Жұдырық командасының қарсыласы. Биыл өздеріңізге жақсы мәлім, елімізде жұмысшы мамандықтар жылы деп бекітілген осы жоба аясында жуырда өткен республикалық Маман Кап Жайдарман фестивалінің қатысушылары сахнада Тараз қаласынан келіп отырған Фокус командасы. Қымбаттастар, ойлаңыздаршы, мен Астана қаласының әкімі болып кетсем. Бүгіннен бастап қала тұрғындарына және сіздерге пижаманы міндеттеймін. Жігіттер, бірден келсекші. Баяғыдай іш киіммен ұйықтап қалу жоғынан. Я? Келсеміз ба? Көнесіздер ма? Әлде жаңасыздар ма? Еркебұлан Темірханұлы. Ей, сен форман қайда, пижаман қайда? Одан да маңызды шаруа болып тұр. Қаланы аралау керек. Әкімін ғой, аралайын, я? Тұран көшесіне барып, су кештім. Суға енді менің өкпе ренішім жоқ. Шынды. Сосын жел тұрды. Сендер ма оятқан? Жоқ, біз. Көз келді. Кім шақырды оны? Не өкпетті Астана, не ағып жібердіңіздер? Құрметті астаналықтар, араларыңызда целиноградтықтар жоқ қой, я? Ереке, өткенде Петропавлға бардыңда. Қызыл жарықтар бар ма дегенші? Нұрық. Саясат нельзя, а? Эй, фокус Тараз! Эй, фокус Тараз! Эй, фокус Тараз! Көгілдірек отырайық, құраммен таныс болайық. Мынау менің оң қолым.
Мынау менің сол қолым. Байқағаным оң қолыма жүн көбірек шығады. Ереке, маған сіздің оң қолыңыз ұнайды. Неге? Тестостероны көп қой. Командаға плюс болсын деп, айкон алдық. Командаға минус болсын деп, тиман алдық. Анод, катод. Қосса не болады? Жұп болады. Жұпымен, Қазақстан, капмен. Мына несі ме фара? Фара қыздарды көргенден бар қайтетеді. Ереке, сен бізді шаршаттың бар ғой. Өзің ойнайсың, өзің сөйлейсің. 1-8-ден бастап жалғыз өзің ойнап келетсің ғой сен. Біз сенсіз деп ойнаймыз. Кет. Эй, фокус Тарас. Эй, фокус Тарас. Эй. Кеткені дұрыс болды, иә? Дұрыс. Оның кеткені дұрыс болды бар ғой. Сол бізге әзіл бермейді ғой ойнайын десек. Мен соны ойлап, түнде әзіл шығарып қойдым. Достар, ойлаңыздар. Балықтар бар ғой, балықтар судың астындағы. Бір күні судың астынан шығып, біреу уақыт есептеді ме десе. Болмайды. Бізге таразки стилі керек. Ондай да бар. Тараздың стилінде драйвовый, менде тақпақ бар ғой менде. Дивандар. Диванда отыр цыгандар. Неғып отсындар цыгандар, одан дейді жинаңдар. Тоқта. Мынау ұят. Жігіттер, мен сендерге бір факт айтып кетейін. Тарихта, мысалда, орта ғасырда мынау салмағы 50-ге жетпеген әйелдерді өртейтін бе дей? Или мұстан дейтін бейді? Не дейді дей? Шем бойынша аға лейтенанттайын кім? Капитан? Рахмет. Бұл құрамда капитан кім? Мен. Сондықтан мен өзім білем. Эй, фокус Тарас. Эй, фокус Тарас. Қымбаттастар, LED экранға назар аударыңыздаршы. Мына жерден ақ нүктені көріп тұрсыздар ма? Көріп тұрсыздар ғой, иә? Осыған ұзақ қарап тұрыңыздаршы. Мыналарды ұмытып кетесіздер. Тағы да қараңыздар, қарап тұрыңыздар. Мыналар әлі ұмытылмапты ғой. Осындайлардың кесірінен сахнаның артына барып, жалғыз өзім отырып шай ішейін десем, дастарханға қасық, вилка, чайник, пияла келіп отырып алған ғой. Дастарханның берекесін қашырып. Сосын жаңағы сұрақтың жауабы манты. Қымбаттастар, сіздермен бірге болған мыналар және мен. Сахнада күлдіретін фокус. Только без фокус. Рахмет, ерекше топтардың бірі өнер көрсеткен Фокус командасы Рахмет компаниясының директоры Нұржан Әбілқасымовқа өз алғыстарын білдіреді. Жұдырық және Фокус командалары сахнаға. Рахмет, алғашқы жұп бойынша қазылар алқасының шешімі. Бұл жол енді бірден шешім айтпаймыз. Кішкене командаларға тоқталып өтейік, ойындарға. Сондықтан да сөзді сіздің ағаңыз, өнердегі, өмірдегі жалпы жақсы бір орта пайда болды ғой. Кезінде бір жерде мені қазылар алқасына құрамына шақырмайды деп еді, мен сөзімде тұрдым. Бұл жігіттің уәдесі бар, оны уақытында көресіз. Мүмкін болса Алғашқы жұптың ойыны бойынша Бақытбек Қарамырзаев. Рахмет. Мен
үнемі айтып жүрем, негізі өзімнің үйімнен кейін ештеңе уайымдамай, ештеңе ойламай келетін орын ол Жайдарман. Неге десеңіздер, 20 жыл, 25 жыл артқа осы сахнада өстіп өнер көрсеткен, жастар сарайында ойнаған, сол бір жастық шақ көзіме жас алып жатырмын ортасында. Сіздер сияқты біздер де тұрғанбыз, ойнағанбыз, үйренгенбіз. Бүгін енді күшті жастарға шын жүректен алғысым білдіремін. Екі команда, екеуі де ерекше. Маған енді андай екінші Тараздың командасының ортасында тұрған есіміңізді мақұл дей берейін, бірақ енді сонда андай өтпей жатса да до конца ойнайтындар ұнайды. Негізі ортасына жүреді, кіріп шығып не істеп жүрген главный өзі біледі, бірақ әйтеуір до конца ойнайды. Сондықтан рахмет. Ал енді мына жақта сіздер өте кереметсіздер. Жаңағы мектептің блогы дейтін нәрсе өте қатты ұнады. Соның ішінде негізі көп нәрсені жасауға, көп нәрсені істеуге болады. Мектепте КВН шынымен сондай керемет қой. Негізі ойнап жатасың, дәл алдыңнан 9 класстың оқушысы өтіп бара жатады. Ол КВН болып жатыр ма, болып жатқан жоқ па, шаруасы жоқ. Сондықтан рахмет, сәттілік тілеймін. Рахмет. Ойын туралы Рамазан Фаилов. Рахмет, командалар. Бірді 4 ойындарына жетуді үлкен жетістік. Сіздерден де нашар 56 команда бар екен білесіздер. Өтпей қалған белгі себептермен. Бүгін бірақта мен жұдырықты да фокусты да көре алмадым. Мен фокустың орнына цирк, жұдырықтың орнына шапалақ көрдім. Екі команда да формада емес, жігіттер. Енді сіз мектеп командасы ретінде қарамаймын жұдырық сіздерді. Сіздер үлкендердің сайысындасыздар, сондықтан да дайындалу керек, үлкендерге сай ойын көрсету керек. 3 ай каникул болды. Сондықтан да 3 айды дұрыс пайдалану керек. Ағаларың енді жұмыста, басқада, тоже фокус командасының жігіттерін енді білем. Соған қарамастан ойнап жатыр. Сондықтан да екі команда аса бір маған ұнаған жоқ, шынын айтайын. Бірақ та әрі қарай біріңіз өтесіздер, біріңіз өтпейсіздер. Сіздерге сәттілік ойын үшін. Келесі маусымда ұшып кеткен командамен жақсы дайындықпен келеді деп ойдамын. Ал өткен команда келесі ойынға дұрыстап дайындалып келсеңіздер. Көп рахмет. Және Есен Елеукен ағамыз. Енді бұл жобаның басты мақсаты жауапкершілікті командаға беру, яғни осы уақытқа шейін біз командаларға редакторлық, яғни бағыт беру немесе әзіл жазу секілді жұмыстар жүргізген жоқпыз. Барлық әзілге байланысты өз ойларын бұл командалар жауапкершілікті өз мойнына алды. Шында да сонау бірде 4 ойын өтті шамамен, 4-ші ойын болар. Сондықтан да бұл сіздерге үлкен багаж болады, үлкен сабақ болады. Бір командалар жыл бойы 4 ойын ойнаған жоқ, тіпті жоғары лигада жүрген. Сондықтан да сіздер оның қасында біраз тәжірибе жинап қалдыңыздар. Ұпайға кезек берейік. Бақытбек мырза, өзіңіз бастаңыз. Қай команда келесі этапқа, яғни келесі жартылай финалға лайық? Менің ойымша, мен сіздерге ризамын кәдімгідей. Біздің кезімізде күшті, андай керемет, молодец деп ұшырып жіберетін еді ғой негізі. Ұнамайды деп айта салады екенсіздер. Адамның көңіліне тиеді деп. Ну ладно, жақсы. Маған ұнайтын өзімнің дауысымды, ұпайымды жұдырыққа беремін. Дайындалған. Күшті. Есін аға, сіз шешіңіз онда, бір дәуір болсын, фокусқа берейік. Рамазан ағамыз фокус командасына өз дауысын берді. Шешуші ұпай Есен Елеукен ағамыз. Жастық алды, жұдырық. Құрметті көрермен, алғашқы жартылай финалист атанып отырған жұдырық командасы айта кетерлік жайт. Мектеп оқушылары, бірақ ең жас команда болғанына қарамастан алғашқы маусымның жартылай финалистер атанып отыр. Құттықтап қосып қояйық. Жұдырық командасы. Керемет, жалғастырайық. Екінші жұп алғашқы болып бастайтын осы кезеңге жеткен қыздардан құралған жалғыз команда. Жалпы аруларымызға ер азаматтардан құралған командалармен бірдей өнер көрсету әрине оңай емес. Сол себепті жақсылап қол соғып, қолдап қарсы алыңыздар. Сахнада Қарағанды қаласынан келіп отырған Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті. Сахнада Амазонка. Белдерге жаным байланам, ұнаттым сені жай ғана, бас кетті саған айнала, ей айнала, жаным айнала.
Бұрын мұғалім келсе тұрып амандасатын еді, қазіргі жастар бұзылған. Сахнада ұстаздар. күй табақ қолымда қызыл гитара, ей гитара, жаным гитара. 11 жыл мектеп, 4 жыл универ, 2 жыл магистратура, сонда қайтадан мектепке орал үшін бе? Андай сияқты ғой, бір ойынды соңына дейін ойнап, қайтадан басынан бастайсың ғой. Бәрін біліп алғансың, қай жерде не істеу керегін, кімді бірінші өлтіру керектігін. Бұны кешбек дейді. Қыздар, мұна көйлекті қанша теңгеге алдым деп ойлайсыңдар? 15.000 теңге шығар. Жоқ, ей. Жоқ, ей. Пиндододан 990 теңгеге алғансың ғой. Не мақтану мынау? Байқайсыңдар ма? Дұрыс мақтана алмаймыз ғой. Роналду алғашқы матчын Қазақстанға қарсы ойнаған деп мақтанамыз. Қазақстан жеріне 5 Франция сиіп кетеді деп мақтанып отырамыз. 20 миллион қазақ сыймай отырғанда. Оны қойш, сабақ жоспарын чат GPT-мен жасадым дейміз ғой. Дұрыс емес мақтанудың патологын айтайын ба? Менің досым бар, құдық, осымен ішіп жарсасың ба деп мақтанып отырамыз ғой. Дилназ, үстіңе не киіп алғансың? Осыдан кейін дене шынықтыруға баратындай болып тұрсың ғой. Қыздар, осы менің киімімнен басқа талқылайтын нәрсе жоқ па? Бір қысқа кие қойайын десең, мұғалім емессің ба дейсіңдер? Клубқа барайын десең, жұмыстан шығарып жібереді. Қыздар, не кисем де өзім білем ғой. Шкафта қаншама киімдерім толып жатыр өзі. Бала сабақ оқымаса мұғалім кінәлі. Төбелесіп қалса тағы да мұғалім кінәлі. Өлмейтін мамандық таңдаймыз деп, өзіміз өліп қалайын деп жүрміз ғой. Мұғалім жан-жақты болу керек, біздің қыздар талантты. Маған папам жаман жолға түсіп кетпесін деп домбыра сыйлады. Ал маған жаман жолға түсіп кетпесін деп папигім гелик сыйлады. Кеше Абай бойында келе жатсам, бір шұңқырға түсіп кеттік. Үлкен машина болған, қандай жақсы болған, е? Абай жолында жаман жолға түсіп кетем деп кім ойлаған? Оқушыларға қалай мотивация берсем екен деп қатты ойландым. Сөйтсем, бізді мотивация бере алмайды екенбіз ғой. Өзімізден де бар екен. Жігіттер танысайық десе, танымайтын адамдармен таныспайым дейміз. Мотивация ма осы? Аналарымыздың өзі дұрыс мотивация бере алмайды ғой. Анама кеше, мам, мен жайдарман ойнаймын десем, не істейсің жайдарман ойнап, саған нан бола ма дейді ғой. Осы ма мотивация? Бізді қоя берш, мемлекеттің өзі дұрыс мотивация бере алмайды ғой. О қараңдарш, 16 балаға 203 мың теңге дейді. Не деген мотивация ол? Мынаған қарап, көп балалы болғың келмей кетеді ғой. Көп балалға қарағанда, көп бал алғандар жақсы өмір сүріп жатқан сияқты ғой. Кеше 2008 жылғы бір жігіт жазды. Оның 2008 жылғы екенін қайдан білдің? Қарасайш не жазған? Қызым болш, аяйым болш. Біраздан соң сіз деп сөйле дейді. Үйде інілерім шулап жатса, балдыздар ма? Сәлем айт деп қояды. Оны қоя берш, алдында бір 95 жылғы бір шал жазды ғой. Не дейді десеңдерш? Не дейді? Айтады ғой, сені алмасам өлем, күйем, сүйем дейді ғой. WhatsApp-қа жауап қайтарш, Каспийна 100 теңге жеріп тұр ғой. Қыздар. Қыздар, одан да үлкендер не жазатын айтайын ба? Айтшы. Номеріңді мама бер, танысып ал деп жатыр дейді ғой. Одан да үлкендері? Одан да үлкендер керек емес ау. Дубайдан бірақ шығуға желание жоқ.
Құрметті қазылар алқасы, сіздерге арнау. Ей, сақал! Өзіңе сай қазаққа барма мақал. Жайдарманды Қайрат футбол клубы десек, онда сені дер едім еркін тапал. Ерке қыздар өзіңе ән арнады, түсініп қарағайсың болмай қатал. Игигай, игай, игигай, игигай, игай, игигай. Ей, сары мужик! Есен аға, сізге емес. Бахалөкті қайдан тауып алғансыңдар, бір көргеннен танымай қалды мына қыздар. Әзілге қарық қылып ілдіретін шутканы, әзілге қарық қылып ілдіретін тойыңды бергеніңмен жүргізетін. Кез келген шутканы, кез келген әзілді ойнап жаратын, шутканы любой жерге кіргізетін. Игигай, игай, игигай, игигай, игай, игигай. Мерей, мынауың сенің арнау емес, қырындау болып кетті. Болды, аяқтайық. Қарсыластары туралы ештеңе айтпады демедіңіздер. Ұстазға қарсы ешкім шыға алмайды. Амазонка бұйырса бұйырсын. Игілермен болсын сен көз қарасын, тасы жолын жүрсін, таза мал табасын, ат үстінде нық отсың, ұзақша бассын, іздемесін. Рахмет. Амазонка командасы Букетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университетінің ректоры Нұрлан Дулатбековке өз алғыстарын білдіреді. Амазонка командасының қарсыласы бұл оқу орнынан жайдарман ойындарының жоғары лига чемпиондары шыққан болатын, ал осы құрамның нәтижесі қалай болатындығын бірге тамашалайық. Сахнада Алматы қаласы Алматы технологиялық университеті Ату мини командасы. Мен Байгайстанның президенті Елеусін Тегі Жалғас. Ату мини командасын келесі турға өткізулеріңізді сұраймын. Сұраймын емес айтпақшы, бұл бұйрық. Егер де өткізсеңіздер, Байгайстаннан әр қайсыңызға 10 соттық жерден беремін. Медеу, Көктөбе, Мега, Космо, Сарыарқа, Шымбұлақ, Қапшағай, Алматы. Таны келдік. Эльзура, бірден айтам, ашуланба. Қазылар алқасында біз танымайды біреу отыр екен. Кім? Бақалөк. Бақалөк? Е? Не білек, кішкентай баланы жүрек отырғызып қойған ба? Жоқ, бұл ағамыз ғой. Жайдарманшылардың арасында солай еркелетеді да, біз Бақалөк деп. Еркелетеді? Е? Қайтып еркелетесің, қабақтай қылып. Осын ба, тиіп кетеді ғой көңіліне. Жа, 10 соттық жер нағанда береміз деп қойдық қой. Береміз ғой, жүрейде тұрғанды. Олай айтпасаңдаршы, ол кісінің үлкен болса да жүрегі таза. Біле білсеңдер, Қызылорда дейтін командада ойнаған. Сәт дейтін командада ойнаған. Сәт дейтін командада ойнаған. Тереңөзекте ойнаған ғой? Тереңөзек командасында ойнаған ғой. Біле білсеңдер, мен осы кісіге қарап жайдарман ойнауды үйрендім. Менің кумирім осы кісіге еліктеудің арқасында қазір деп аузымды ашсам, мысалы сахнада күлдіртші беремін мен. Бақалөк ағашы. Ауызын ашса жүрегі көрінеді ол кісінің. Кумир болып та жарытпапты ғой мына кісі. Қайырлы кеш Астана! Тереңөзек, Дубай. Сүйінші қазақ елі, біздің боксерлар әлем чемпионатынан бірінші орын алған ғой, кәдімгі 7 алтынмен. Қайда боксерлар? Боксерлар шақырын дедім ба мен саған? Ертең күтіп алатын музыканттар ғой, ертең аэропортта кешікпеңдер сендер.
Жігіттер байқайсыздар ма, мына жайдарманда өзбектер туралы әзілдер азайып кетті. Азайып кеткен. Сол неден екен білесіңдер ма? Неден? Мына Есен ағамыз жайдарманның жоғарғы лигасына өзбекстандық команданы қосқаннан бері қазір өзбектер туралы әзілдер мүлдем жоқ. Енді Есен аға бізден ұсыныс болып тұр. Мына сотталған адамдардан бір команда жинап ойнатсақ, түрме туралы әзілдерден сөйтіп құтылуға болады да. Әдем. Одан кейін мына қара нәсілді адамдардан команда жинап шығарсақ, сондай тақырыптағы әзілдерден құтылсақ болады да. Болады. Или керек емес па ол? Керек емес ол, негрлар зигзагин барын шықса жүрсің. Жоқ, керек екен. Жігіттер, дымда уайымдамаңдар, бізді келесі кезеңге өткізетін адам тауып қойдым ғой мен. Қойш. Олай болса, былтырғы жылғы ұлттық лига ойындарының 1/4 финалисті, 2015 жылғы премьер-лига ойындарының 1/4 финалисті, 2013 жылғы премьер-лига ойындарының 1/4, мына кісі точно көмектесе ала ма? Жалғас ағамыз ортаға. Сендер мына ойынға тек қана жалғастардан ғана көмек сұрағансыңдар ма не? Летте, Байгайыстағы жалғас, мен шығып тұрым жалғас. Бұлай жалғаса беретін болса болмайды, ары қарай өздерің жалғастырыңдар. Осы кісі неменеге шығып кете береді, іші ауыр жүрген жоқ па? Одан бір жаңалық айтайын. Қайраттағы қақпашы Темірлан Анарбеков жағын сындырып алған. Ағыл дейді. Ардақ Назаров анасын құттықтаған. Кімді дейді? Актриса Дариға Бадықова күйеуімен ажырасып кеткен. Ағыл дейді. Байқайсыңдар ма, осы жайдармашылар соңғы кезде жаман өсекші болып бара жатсыңдар. Құрметті достар, жаңа байқадыңыздар ма? Қазақтың жігіттері қыздармен жарысып өсек айтатын болған. Қыздар, біз қалып бара жатыр ұлдардан. Сол үшін кешке біз үй жаққа өтіп, кола мен семшік алып, ұлдардың қасына мың өткізейікші. Өсек деген ондай болмайды. Өсек деген мынандай болады. Мысалға жақында ғана бір пәкістандық азамат екі көзін сатып, оған iPhone 16 алған ғой. Ол ертең битет, екі құлағын сататты, наушник сатып алады ертең анау. Ол өйтпейді сияқты, ол битет сияқты, екі қолын кесіп, безрукавка сатып алады ол ертең. Ол екі қолын кеспесін да? Неге? iPhone 16-ын шұқылай алмай қалады. Құрметті көрермендер, мен қашан сөйлейді деп күтіп отырсыздар ма? Білем ғой. Мыналар енді кеттік дегеннен басқа ештеңе қалдырған жоқ енді. Сөйлеп берейін, оператор, мен аласың ғой, камерамызды қосайық бәріміз. Сахнада Ату Мини! Сонымен тамашалаймыз. Балалық алмаған аға көшеде. Балам 100 теңге бола ма? Балам 100 теңге бола ма? Нанға жетпей тұрет, балам. Нанға жетпей тұрет. Балашағаңның қызығын Балашағың қызығын көре. Сонымен тамашалаймыз кентаврлардың жерлеу рәсімінде. Негізі кентавр қандай адам еді? Мал адам еді ғой, мал етін. Брат, өзің хабарласашы ма? Сөйтем ой деймін. Қазіргі таңда адамдар өте жалқау болып бара жатыр. Белім ай. Ой, балам келдің ба? Не істедіңдер садикта бүгін? Дардай қып баласын сауа жүрген, осылардың заказ садиктен шыққан кезде қорқып едім. Өзбек бауырларымызды әлеуметтік желіде басқа қырларынан да танып жатырмыз. Ерке бұлан тоқтар, мен сені тындырып тастаймын. Октагондаған бәрін сындырып тастаймын. Масон айтыскер. Өте наглый туған күн иесі. Ал Эльзурана, туған күніңмен 4 досыңның атынан саған 18 теңге ме? Рахмет, қайсың 3 теңге қосқан? Дәнік, сен ғой, жағдайларын нашар ғой сенден. Временкі де... 2 теңге Каспида ода. Әдем ғой. Бізде масқана дейтін шутка бар тұғын. Масқана? Масқана дейтін шутка. Қанат ойнайды оны. Соны Бақалөк сахна ашылғаннан бастап
қанатқа айтады ғой, короче. Қанеке, мен ойнайыншы, пожалуйста, мен ойнайыншы, пожалуйста деп. Жынды ма, менің шуткам ма, мен ойнайтын шутка ғой. Жоқ, мен ойнайыншы, пожалуйста, мен ойнайыншы. Жарайды, онда ойнасаң, ойна деді да. Бақалек сахнада қып-қызыл болып кеткен костюммен бірдей болып тұр да, бүйтіп. Жарайды, онда сосын хабарласам деген сондай подленкілер көп болатын ше Бақалекке. Құрмет Бақалек ағам, осы әзілді бір дұрыс версиясын ойнап көрмепсіз, иә? Өміріңізде бір арманыңыз болып қалмасын, сахна шығыңызшы, қазір ойнап беріңізші дұрыс версиясын. Шығыңыз. Do it again, you know what I like. Tonight, get right, we can do this all night. One thing about tonight. Сонымен тамашалаймыз масханада болған оқиға. Мәса. Алло. Алло. Бұл масхана ма? Иә. Сендерге бүгін Бақалек дейтін жігіт түсті ма? Жоқ, түскен жоқ. Ол бүгін сендерге түспейді. Неге? Өйткені мен үйі бұқа жетіп жатырмын. Пипылдатып саған, мен шулатып барсам, ақ гүлім мінген, мен ғой ханзадаң. Терезеңе қарап, гүлім дейсің маған, жүрші қыдыр. Бақалек ағамыз, сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Ату Өзектің жігіттері. Рахмет. Бәрі есімде, гүлім деген көктемнің кешінде, сені ғана сүйемін дедім. Ату мини командасы Алматы технологиялық университетінің ректоры Талғат Құлажановқа өз алғыстарын білдіреді. Амазонка және Ату мини командалары сахнаға. Екінші жұптың ойыны бойынша қаздар алқасының пікірі Есен Елукен ағамыз. Иә, екі команда деңгейлес. Негізі Амазонка осы Қазақстан капты бастағанда өте әдемі бастаған. Бірақ құрамында біраз қыздар енді өмірдің заңдылығы, тұрмысқа шықты, басқа жаққа кетуіне байланысты командада кішкене өзгеріс бар. Ал енді Ату мини жалпы бұл Алматы технологиялық университетінде Жайдарманның өзінің бір үрдісі бар. Ұрпақтар сабақтастығы бар, ағалары көмектесіп жатыр. Бірақ бір Ату миниді әзілдері жақсы жеткізу ма, бір аяғы толық болмай қалатын сияқты көрінеді. Негізі идеялары өте мықты. Ал енді ойынның қорытындысын соңында пайда әзірге ойлана тұрайын. Оған дейін жаңа ғана тамаша өнер көрсеткен, өзінің бір масхана деген әзілмен жүрегімізді елжіретіп жіберген Бақалекке. Рахмет. Біз андай қалаларға барамыз ғой, райондарға сол кезде зеленый концерт дейтін болады. Бір-бірімізге сөйтіп подлян жасайтын біз негізі. Сайт күшті еске салып жүріп, рахмет жігіттер. Тағы да бір күшті жасық шаққа барып қайттым, алғысымды білдіремін. Бірінші қыздардан бассақ, қыздар әзілдеріңіз өте керемет. Енді кішкене дайындық аз болып қалды ма, маған сіздер жаңағыдай өлмейтін мамандықтан да өлейін деп жүріп дейтін, негізі өмірдің шындығы ғой, былайынша алып қарасам, бірақ өте керемет күшті әзіл, тек кішкене дайындық аз болып қалды ма, сәл бірдеңе жетпей қалды, қателесіп кеткен кездеріңізде болды, не өстіп түзелесіздер. Енді жігіттерге келетін болсақ, профессионал, юмор жағынан бір қатты бір не деп айта алмаймын, бірақ өзінің уақытымен, ретімен тап-таза жып жинақы ойнап шықты. Сондықтан бір қол соғып қойсаңыздар болады. Алғысым шексіз. Бірден ұпай бере берейін ба? Или соңынан ба? Иә, Рамазан. Бақытбек, тек қана жігіттер емес, арасында бір қарындасымыз бар. Осы қыздарымызға бір өзі жақсы бір төтеп бере алдау деген өзімнің ойым бар. Осы қарындасымызға да қол соғып қойыңыздар. Әдемі ойын көрсетті. Рамазан Фаилов. Я рахмет командаларға. Амазонка ұнады, сақалды жігіт ретінде, маған мұртты қыздар ұнады. Сол үшін қыздарға рахмет айтқым келеді. Командада өзгеріс болса да, соған қарамастан дайындалған, енді барынша тырысқан, әзіл күшейген. Ату мини, жаңағы Есін айтқан сөзімен келсем, бір нәрсе жетпей қала береді всегда. 2014 жылы дәл осы жерде мен Ату командасын жобадан ұшырғанмын. Бүгін сіздердің кезектеріңіз келіп тұрған сияқты. Команда жаман болған жоқ, одан өсті. Себебі қиын күндер жақсы команда туғызады демекші.
сіздерге бір қайнау кем болып тұрған сияқты. Себебі осы күнге дейін мен сіздер үшін резервте барлық жерде дауыс беретін болдым. Сол сіздерге кері әсерін берген сияқты. Бір таяқ жеп алыңыздар, үйге бір шапалақпен қайтыңыздар. Соған тілектеспін. Рахмет командалар. Рахмет. Дауыс берейік. Қиын. Так, дауысымды мен атуға берем. Ату мини 1-0. Есен ағамыздың дауысы. Бұл жолы Рамазан шешсін. Амазонка. Есеп 1-1 және де шешуші ұпай Рамазан ағамыз. Тәжірибе жағынан ату мені, бірақ бүгінгі ойында Амазонка ұтып алды. Әділ болсын. Биылғы жылғы Қазақстан кап ойындарының екінші жартылай финалисті. Шын жүректен құттықтаймыз. Қол соғып қолдап қойыңыздар. Жартылай финалда Амазонка Қарағанды. Қазақстан кап ойындарының өтуіне қолдау білдіргені үшін Жайдарман ұжымының атынан Аманат партиясы жастар рухы жастар қанатына, Астана қаласы әкімдігіне, Астана қаласы мәдениет басқармасы жастар сарайының басшылығына өз алғысымызды білдіреміз. Үшінші жұп алғаш қол бастайтын болашақ ақ халатты абзал жандар. Ақтөбе қаласынан келіп отырған команда Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медициналық университеті сахнада Оспанов құрамасы. فرحة الليل مجنونة خلي الفرحة مضمونة Үндістермен қаттарласып кеткенім сонша Зеңгі бабаның өзін имам көріп жүр. Ассалаумағалейкум Қазақстан! Естідіңдер ма, Қайраттың тренері Ақтөбе болельшіктерін боқтаймын деп штрафал болған. Құрсын, Ақтөбенің болельшіктері осы боқтайды ғой Қайратты. Олар қазақша боқтап жүр ғой. Мына тренер орысша. Көрдіңдер ма тілге деген құрмет қандай? Қазір Қазақстанда таксидің бағасы қымбат. Мысалы, мыналарға рахат пілге шөбін бересің, мінесің, кетесің ғой болды. Жігіттер, мына кешегі бокстан әлем чемпионатында Қазақстан 7 алтын, 1 күміс алған. Сол күміс алған Назым Қызайбай үнді боксшынан ұтылып қалған ғой. Соған намыстанып кетіп кеше мына ұрып тастадым. Неге маған тиіше берсіңдер? Кір жуатын кім? Мен. Тамақ пісіретін кім? Мен. Оны қойшы. Алдында піштіріп тастадыңдар. Болды мен шашадым. Қазір бандит досымды шақырым. Опан Gangnam Style. Опан Gangnam Style. Радной, не болды? Радной, зашап тастайын ба мыналарды? Радной, таста, керек емес. Родной, талдырып ұстайын ба? Таста, родной. Родной, атып тастайын ба? Таста, керек емес. Неге таста дей бересің? Қорқып тұрсың ба не? Қуасыңдар ма? Бүгін Қазақстан кап 1-4 финал маңызды ойын. Не деді мынау? Көенго, хахаго. Барго. Не бар ал? Пародия. Көрсетші ал пародияңды. Сен бериоде унатасың, олдаони унатада. Мик. Ғалым Махамбатов. Ну. Атын кем? Барат. Бармайсың. Бекжат Дуйшинов. Мұналар қазір тұра берсе Есен ағаға пародия салады, кетті құрыстаста. Сонымен тамашалаймыз достар, түрмедегі жер сілкінісі. Пожизненно кеткендерін қалғандар сыртқа шығыңдар. Сонымен көреміз челленджді дұрыс тұрып білмейтін бала. 1 мамыр халықаралық ұлттар мерекесіне орай осы челленджді кімге жолдаймыз? Пакистан. Пакистандықтарға жолдаймыз.
көрмейтін, бірақ өте сезімтал ата. Біреу маг ойнаған ма мына жерге? Өзінің туған күнінде кезекшілікке түсіп қалған реанимация бөлімінің дәрігері. Өмір осы, туған күнімде кезекшілікке түсіп қала берем бар ғой кәдімгідей. Туған күнің менен, туған күнің менен. Досым, туған күнің құтты болсын. Рахмет досым, күтпедім. Бәсе бір күнде бәрің неге қырылып қалды деймін? Қазіргі таңда жас жұбайлар өздерінің вальстерінде мағынасын білмейтін шетелдік әндерді қойып жатады. Дәл сондай жағдай Үндістандағы той. Dostlarga gavajit unamaydi. Dal solay. Dostlarga zagir algan unamaydi. Dal solay. Dostlarga qalin kin unamaydi. Dal solay. Dostlarga qurban ayt to'ylamaydi. Dal solay. Қазіргі жастар түсінбейсің е. Делек құрды өлеңде вальс билеп жүр ғой. Өзім білмей нұр шашып бүгін маған, жұлдыздар жымыңдаған, ұйқымды түн ұрлаған. Аңсатпай келші жаным, айтылмас сенсіз әнім, қолыма қоншы бағым. Рахмет. Ойын соңында құрметті қазылар алқасы, құрметті көрермендер, Оспанов құрамасы ол әр қаладан келген студенттерден құралған. Мысалға Дипак Жайпурдан келді. Мақсат Атыраудан, Барат Нью-Делиден, мен Оралдан, Пурва Мумбайдан, Жандәулет Ақтөбеден. Бірақ біздің барлығымызды біріктіретін бір нәрсе, ол Жайдарман. Жайдарман достық мекені. Қумаш. Қумасан қума. Оспанов құрамасы, рахмет. My life be like, yeah. My life be like, yeah. My life be like, Оспанов құрамасы Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медициналық университетінің ректоры Талғар Сатыбайұлына өз алғыстарын білдіреді. Оспанов құрамасының қарсыласы сахнада жергілікті команда. Астана қаласы Сейфулин. Есен аға, қалайсыз, жақсы, бәрі жақсы ма? Сіз YouTube каналға шауыпсыз ғой, да? Бірақ ренжіп қалдым сізге жігіттер. Ренжіп қалдым Есен аға. Мына подкаст жүргізіп жүр екен ғой Есен аға. Мені шақырмаған прикинь. Мен жоқпын подкастта. Бәрі бар, мен жоқ прикинь. Анджелина Джолиға дейін бар. Неге шақырмадыңыз мені? Мені шақырғанда 1,5 сағат бойы біз аузымызды жабылмай әңгіме айтатын едік мысалға. Есен аға өсек айтпайды ғой, білесің ба? Хабарың бар ма сенің? Өсек айтпағанда былай тұрсын, мен саған айтайын. Менің аудиториям Есен ағаға барады ғой. Зачем Есен аға сенің ағайын туысың, айтшы? Енді сен ойланып қарашы, енді просмотр көбейеді, монетизация арқылы ютубтан ақша алады ол кісі. Ей, сенен келген 13 просмотрға ютуб ақша төлемейді. Ассалаумағалейкум Қазақстан! Күзгі әскери науқан басталып кетті жігіттер. Мына әскерилер шақырушыларды кез келген жерден алып кетіп отыр. Тіпті компьютерный клубтан алып кетіп отыр ғой. Сол түсінбеймін, неге компьютерный клубтан алып кетеді? Дұрыс қой, енді атсадау деген адамдарды алып кетеді ғой. Одан кейін мына кеше ғана Ливерпульде бокстан әлем чемпионы болған. Сол жерде ағайынды Махмуд Сабырхан мен Төрехан Сабырхандар әлем чемпионы болған. Ойлаңдаршы, бір әулеттен қос бірдей әлем чемпионы шығып отыр. Базар жоқ. Не деген әулет деймін де, 2 чемпион шығарып тұр. Былай қарап тұрсаң, біздің әулеттен әлі мектепте олимпиадаға қатысқан адам шыққан жоқ қой. Оның үстіне деймін да, мына Төрехан чемпион болған кезде ағасы Махмуд інісін мойнына отырып көкке көтерген. Жұрттың ағаларын қарашы мойнына көтереді. Біздің ағалар сөзімізді көтермейді ғой.
Одан кейін мына қазір маған мына Қазақстан футбол құрамасының ойыны мүлдем ұнамай жүр жігіттер. болды құрсын, негатив айтпаңдар жігіттер. Жайдарман ол позитивтің аренасы, солай емес па есіне? Позитив айтық, давайте. Неге Қазақстан ұлттық құрамасы дұрыс ойнамай жүрген білесіңдер ма? Енді ойлаңдаршы, күшті ойнап кетсе, ертең стадион салу керек болады, легионерлер тарту керек болады. Оның бәрі ақша құртпау үшін дұрыс ойнамай жүр, көрдің ба? Міне осылай позитив. Любой нәрсеге позитивпен қарай бермейсің. Болады, любой нәрсеге қарауға болады. Мысалы, айтшы бірдеңесі. Сен қызың ал басқа жігітпен жүріп кеше көрдің. Ол былай ғой. Менің ақшамды құртпау үшін, ол басқа жігіттің ақшасын құртып жүр. Оны осылай. Давай. Ол сол кезде құшақтасып тұрды ғой екеуі. Құшақтасып қойды ма уже? Күн салқын ғой қазір. Жылулық керек қой кез келген адамға. Мен енді қолым бос емес, одан жылулық алып жүр. Міне. Сосын квартира кіріп баратты ма бірдеңе істеді. Да? Біз экономить етіп жүрік қой қазір, білесіңдер ғой. Пәтерден экономить етіп жүр, басқа адамның ақшасын пәтерге құртып жүр. Сен кішкене негатив ойлайсың ау. Болмаса қызың бұзылып бара жатыр ғой сен. Рахмет. Бұрын мектепте мұғалім болып жасаған бандит банкте. Сен қайта бер. Сен де қайта бер. Сендер арттарыңнан ақша келгенше осы жерде отырасыңдар. Маған бәрібір. Балаларымды төркінге апарып тастағам. Күтіп отыра беремін сендер. Отыр. Мигалды сендер үшін емес, мен үшін соғып жатыр, мен үшін. Рахмет. Кез келген нәрсеге жауапкершілікпен қарайтын аға сұхбатта. Үйдегі Дамир қандай? Үйдегі Дамирге айтсам сенбейсің ғой, мен одан да көрсетейін да, үйдегі Дамир келеді де, осылайдан келеді, костюммен жүрмейді ғой үйде. Костюмын шешті, асықпай келіп шешеді, осылайдан шешеді. Енді шалбармен жүрмейді ғой Дамир үйде, дұрыс па? Шалбарын да шешіп тайды ол Дамир. Одан кейін отырып енді телевизор қарау керек қой Дамир. Как раз ударная для него позиция, чуть. Осындай Дамир үйде. Басыңыздан өткен бір қызықты оқиға айтып берсеңіз. Бір рет концертте қызық болды. Сәкен Майғазы екеуміз концерт беріп жатырық қой, міне Сәкен келе қойшы кел. Сәкен екеуміз концерт беріп жатырық. Бір кезде Сәкен екеуміз өлең айтып тұрық қой енді дуэтпен. Сәкен сөзді ұмытып қалады. Бара бер Сәкен. Осындай болды. Әңгімеңізді қасыңызға алып жүреді екенсіз, ә? Бәрін біліп жатырмыз. Төсектегі Дамир қандай? Төсектегі Дамир жақсы. Бірдеңе шығарып, бір көрсетпесе ештеңе? Ол қалай болады екен қазір? Бірақ дайындап қой, не істесе көремін десең, пардон, көрейік давай. Өзіңіз жалпы подкастқа қалай келдіңіз дегенім ғой? Мен басында негізі тақыр кедей болғам. Мектеп бітіру кешінде дәл осындай ата-аналар болады. Йоу, жаным, мен еркошым қызбен билеп жатыр өзі, қарашы. Йоу, жаным, ұялады өзі қазір, ұялып жатыр, қызбен билейді. Папасына жіберем мен бұны кәдімгі, әжесіне жіберем мен бұны. Мама, қойыңызшы, ұят қой, мен мұғалімім ғой өзімнің. Мұғалім ба? Берік, сен қатының мен баламен билеп жүре қара. Көреміз кафеде. Мәзірді көрдіңіз ғой? Мамочки! Рекламадағы мистер Пропер! Мен күнде сізді күтіп жүрмін, білесіз ғой, пианиномен ойнаймын, бірақ келмейсіз, үй лас-лас болып отыр, қашан келесіз? Кел бір фотоға түсейікші да, ренжімесеңіз да. Осылай фотоға түсейік, сізді көре алмай жүр. Рекламада пляжда жататын екі бәшбай. Сіздер неғып жүрсіңдер, мына жерде қыздарын келтіпті ғой да сіздер. Көреміз ұмытшақ отбасы. Жан, мен бүгін жұмыстан ерте... Жан, сен маған не істеп отырсың? Қалай еді анаң аты сен істеп отқан? Түу құрсын тіпті. Есімнен шығып кетті ғой. Қалай еді ана сен білесің, орысша сөз ғой, ана Салима апалардың күйеуі істеп жүрді ғой, күнде жылап келеді болды, аты қалай сол? Анау емес па да, жаңалықтарда көрсетті ғой, қазақ еркектері осындай істейтін. Қалай еді, аты қалай еді құрсын? Тілімнің ұшында тұр. Сіздер білмейсіздер ма? Күйеулеріңіз біреулер істеп жүрген жоқ па? Айта қойыңыздаршы құрсын. Мен кете берейін, иә? Кетпе құрсын. Тауып алайықшы, мынаның аты қызық болып жатыр ғой. Кел тауып алайықшы. Аты сен қалай ойлайсың? Көрші, не айқай шу отыр?
И көрсем мынау жұмысқа кетіп қалады ғой. Сол кезде сен келесің ғой, соны алдып айтатын еді. Измена дейді ғой. Аға лейтенант Ташбимбетов, мына көршілерің сіздерді жанжал шығарып жатыр еді. Қазір үстілеріңізден ананы жазам, анау. Неде анау? И орысша сөз емес па? Рахмет. Құрметті көрермендер, біз Жайдарманға бала болып келдік. Және бүгінгі ойынымыздың соңын бала болып далада ойнап жүргенде, анамыз үйге шақырған кезде анамызға айтатын сөзімізбен аяқтамыз келіп тұр. Так, кішкене ойнайықшы. Рахмет, Сейфуллин, Астана. Сейфуллин құрамасы Мико отбасылық кафесіне, сондай-ақ Астана Жайдарман филиалының директоры Фурхат Курбановқа өз алғыстарын білдіреді. Оспанов және Сейфуллин құрамалары сахнаға. Ойын туралы. Бірінші бастаған команда кезінде күлкі терапиясы істейтін Саматтың командасы еді. Сол кездегі индустар есімізге түсіп, күшті. Ол кезде де сондай күлкілі, керемет болатын. Әлі де солай күлкілі, керемет. Мен аспанға ұшып кәдімгі бір сальто жасайма деп ойлағам. Негізі бәрі әдем. Bir қол соғып қойсаңыздар болады. Екінші, Сейфуллин құрамасы өте қатты. Мен всегда айтатын едім, негізі ешқашан өлмейтін әзіл, ол мистер профессор. Баяғыдан әлі тірі екен, соны көріп, өте қатты қуандық. Алғысымызды білдіреміз. Рахмет жігіттер, күшті ойын болды. Ойын туралы, Есен ағамыз. Мистер Проперді еске алып атқан сен де әлі көненің көзі екенсің ғой, айналайын. Рахмет, командалар. Оспанов та биылғы маусымда барынша өз деңгейінде ойнап, ешқашан бір нашар ойын көрсеткен жоқ. Сөздің ашығы, әсіресе мына құрамындағы екі әдемі қара торы жігіттерді сәтті пайдаланды. Солар шыққан кезде бір көрерменнің көзайымына айналып үлгерді. Намасте. Ал Сейфуллин енді бір қалыптасып келе жатыр. Сонау қаншама не болды, мына формалар өзгермейді, бірақ ішіндегі жігіттер өзгеріп, жаңадан бір команда қалыптасып келе жатыр. Бұл жігіттер мынау сөздің басын қазір қысқа қайтаратын болды, әзілге дем беріп жатыр, сонысы ұнап жатыр. Біреу сәтті шығып жатыр, біреуі сәтсіз шығып жатыр, бірақ дегенмен бағыты дұрыс. Сондықтан да екі командаға да 10 деген баға берер едім. Рахмет жігіттер, шынымен өте мықты жұп болды. Екеуі де бір-біріне беріскен жоқ. Енді Оспанов құрамасы, түнде мен екі индусты қарап ұйықтап едім, бүгін екі индусты қарап ояндым. Жігіттер, рахмет. Дыханяват ат бұхут па, қалай? Қарап едім, жаңа хиндидан да. Рахмет сендерге жігіттер. Сіздер андай бір ФК Астана сияқты болды, легионерлер соңына дейін ойнап берді. Көп рахмет, күшті маусым болды. Сіздерге Сейфуллин құрамасы мен ойладым, болдау деп. Бірақ жігіттер соңына дейін күресті, соңына дейін барды. Сондықтан керемет. Екі команда маған ұнады, менде таңдау болатын болса, менде басқа жұп, енді жұп солай түсіп қалған бір-біріне, бірақ та екеуі де өте керемет өнер көрсетті. Қазылар алқасына шешім қабылдау оңай емес екені түсінікті, мықты жұп болды. Бақытбек ағамыз. Екеуін де таңдау керек па? Екеуінің біреуін ба? Екеуін де өткізгім келіп тұр, біз қимай тұрмын. Екеуі де күшті, әдемі. Бірақ егер де таңдау салса, Сейфуллин мықты болды мен үшін. Дауысын Сейфуллин көрем. Есеп 1-0 Сейфуллин. Рамазан ағамыздың дауысы. Есін аға шешсін онда. Оспанов. Есеп 1-1. Және шешуші ұпай. Сейфуллин. 2-1. Жартылай финалист. Астаналық Сейфуллин құрамасы.
Бүгінгі ойынның өтуіне қолдау көрсеткені үшін Астана жастары жастар ресурстық орталығына Жайдарман ұжымының атынан өз алғысымызды білдіреміз. Шашақ болған жоқсыздар ма? Көңіл күйлеріңіз қалай? Соңғы жұп қалды, сахна сыртында қобалжып тұрған командаларға қол соғып бір қолдау танытайық. Құрметті көрермен, көңіл күй қалай? Соңғы 4-ші жұп алғаш қолып бастайтын әр жылдары Жайдарман ойындардың әр лигаларында сәтті өнер көрсеткен ең тәжірибелі топтардың бірі биылғы жылы Қазақстан Кап чемпионатына бақтарын сынап жүр. Семей қаласынан келіп отырған сахнада Қарағайлы құрамасы. Асты ашылатын диван. Не айттың? Түсінбейсіңдер оны. Өзіміздің әңгіме ғой. Ассалаумағалейкум, Қазақстан! Жігіттер, мен соңғы кезде түсінбей жүрмін да, сөйлеп тұрып сөзімнің аяғында неге өлең айтып кетем. Асыл текті туған, алаш кегін қуған. Емі бабғайлар бірге! Болды, қойшы мынау, не істеп кетті? Тимур, осымен байқап жүрміз, соңғы кездерше сен тез ашуланатын болыпсың. Неге сұрайсың сен ондайлар сені? Мен өзім білем, мен микрофонды алмай сөйлемеймін. Асты ашылатын диван. Мына бәле болдың ғой, диван деп. Қойшай, не айтып атсың? Түсінбейсіңдер оны, өзіміздің әңгіме ғой, өскесің түсінесіңдер. Аман, қойшы бол. Айдын, осы сенеге сұраққа кеш жауап беретін боласың? Жайт қой берші. Тимур, кеше білесің? Кеш жауап беретін болған. Джиги, Джонгари, Монголия. Тыңдашы, әртістер. Кейін кезде ChatGPT деген бар ғой. Ұнап жүрген жоқса маған. Ойбе, не оқыпты? Анауың сөз қайтаратын бопты анауың кәдімгідей. Дұрыс қойын, сен сұрақ қоясың, жауап береді ғой. Әкемнің көзінше сөз қайтарып тұр анау дастархан басында. Шыққаны былтыр ғана ғой, үлкен сыйлап тұрған жоқ анау. Асты ашылатын диван. Кетші бұл. Айтшы мынаған. Не қылдеп атсың? Диваны несің? Түсінмейсіңдер сендер жігіттер. Керемет сөз ғой. Болашақта қазылар алқасында шақыратын сөз ол. Ой, кім айтты саған оны? Сенбейсің ба? Сенбеймін. Сенбейсің ба? Сенбеймін. Қараңдармын. Құрамасы асты ашылатын диван. Асты ашылатын диван. Асты ашылатын диван. Базар жоқ. Күшті мықты. Дайындалған. Пожалуйста, бір рет айтшы. Отырайықшы бізде қазылар алқасына. Асты ашылатын диван! Сонымен тамашалаймыз, достар, больницада. Дәрігер, мен жігітімнің жағдайын білуге келіп тұрмын, дәрігер. Қалай болып жатыр? Мәз емес, жігітіңнің жағдайы нашар. Онда мен жағдайы жақсы жігіт тауып алайын, дәрігер. Пойызда үстіңгі орындар мүлдем болмаса. Пойызда шкаф болмайды ғой. Балам, мен мынау денсаулығым нашар. Жасым болса келді, тізем қыжырлайды. Белімде грижан бар, балам. Сен не қылса бармай қойсайшы, балам. Сонымен көреміз Еуропадағы ресторан. Балам, енді сені ресторанға шақырған себебіміз сені біз асырап алғанбыз. Білем. Қайдан білесің? Еркексіңдер ғой сендер. Оны неме маған мияулап айтыпсыңдар, білем қарашы. Сонымен көреміз, достар, менің атым Қожа фильмі Үндістанда түсірілсе. Қай шутка өзі? Уа, тәңірім, сіз осы жерде тұра беріңіз, жанарға өзім барып қайтамын. Сонымен көреміз, достар, непунктуальный вокзал диспетчері.
Құрметті жолаушылар, Астана Семей пойызы екінші жолға кеп тоқтайды. Кел қойыпты. Кет қалған екен. Кешірім өтінеміз. Возможно, ол даже уже Семейде екен. Тағы да кешірім сұраймыз. Соның құрметіне Жұбаныш Жексенұлының әні «Жол». Ауыз түзу жолда. Ойын соңында. Тоқташ. Шкаф туралы әзіл қақты. Қой оны кеше дайындықта. Қуасыңдар ма неменеге тасып жүрмей мұнан? Ұйықтамасай сен дайындықта отырсай мән беріп соның барлығына. Бір бәлек пайдаланайық енді мұнан, болмайды. Шкафқа не айтамыз енді? Бар ма бірдеңе енді? Көрейін. Жайдарман ол шкаф сияқты. Примерно. Біз командалар сол шкафтың ішінде ілініп тұрған киімдеріміз. Құрметті Есін аға, жартылай финалда біз бір киік бармыз. Сіздің размеріңіз XL. Таза қыбы, терлетпейміз Есін аға. Ойланып көріңіз. Брутально тұрамыз Есін аға. Алдарыңызда өнер көрсеткен Қарағайлы, Семейдің рухани байлығы. Асты ашылатын диван. Жайдарманда демеушісі болмаса да өз ақшаларына сәтті өнер көрсетіп жүрген жайдарман топтары өте көп. Солардың бірі Қарағайлы құрамасы бүгін залда отырып қол соққан көрермендерге үлкен алғысын білдіреді. Рахмет сіздерге. Қарағайлы командасының қарсыласы сахнада жергілікті команда Астана қаласы ерекше мақсаттағы бригада. Сахнада жұлдызды жігіттер. Құрметті көрерменде бірден келісіп алайық. Біз тапсырмадан келіп тұрмыз. Біле білсеңіздер, қазір күзгі әскерге шақыруға әскерде адамдар жетпейді. Мына залда әскерге бармағандар да бар дейді. Қанша адам бар деді? Бір 30 адам бар деді ғой. 30 адам кеттік. Сен тұр, иініңді айтшы, сен қандай иін? Әскерге бармаған. Бармаған, алып кет мұнан. Иініңді айтшы сен. 0708. Ой, мынау 0706 фрррр деген тиктоктағы ма? Бүркіт, автобустың артқы есігін ашшы, біреу өз аяғыма саған кетіп баратыр. Құрметті Есен аға, рұқсат болса заң бәріне ортақ. Рұқсат болса иініңізді айтсаңыз. 1992 жылы Вячеславкада әскерде болған. Болған. Запастағы офицер міне? Запастағы офицер. Мұна кісінші? Жоқ, бұл кісіні тексермей ақ қойық. Бұл кісі Есен аға керек сияқты. Вот мұна кісіні тексеру керек қой. Бұл кісі керек емес сияқты. Ал Бақытбек аға, рұқсат болса иініңізді айтсаңыз. Так, иін. Неше цифр болады өз онда? 12 цифр ма? 23.05, 46.13.12. Бұл кісі бармаған. Бармаған ба? Кім, Бақытбек, сен өзің кетесің ба, алып кетейік ба? Жоқ, неге күліп отырсың? Мен саған алдына жайдарман ойнап тұрған жоқпын ба? Ол жаққа тамақ көп жейтіндер керек емес еді. О, тамақ көп. Сен алып кетіндешін ай. Ау, ертең тойым бар дейма, той қызық емес бізге. Кет, алып кетіндер. Өзім жүрім. Ау, Есен аға. Жігіттер, ойын біткенше отыра тұрсын дейді ғой, жібере салыңдар,
Бақытбек ағаның әскерге барып бармауы сіздердің арқаларыңызда. Егер келесі кезеңге өтетін болсақ, Бақытбек аға қалады. Ай егер өтпеген жағдайда Бақытбек қашып кетпесін. Кеттік! Сау болыңыз достар, сонымен тамашалаймыз. Белгісіз әскери бөлім бақылау өткізу пунктінде. Сен тоқта, қайда кетіп барасың? Ішке. Мынау не? Труба. Рұқсаттама қағазың бар ма? Бар. Бар екен, сен бар, кіре бер. Сен тоқта, қайда кетіп барасың? Ішке? Рұқсаттама қағазың бар ма? Жоқ. Анау төлейді ғой, анада бар. О, бол жарамайды ол, сен бар, қай шықыңдар бар. Кеттіге рұқсатнама қағаз алып келейік. Тоқта, қайда кетіп барасың? Сыртқа. Мынау не? Труба. Рұқсаттама қағазың бар ма? Бар. Не істеушіні кірсеңдеш бар? Або, кеттік. Сен тоқта, қайда кетіп барасың? Ішке? Мынау не? Труба? Рұқсаттама қағазың бар ма? Бар, шығыңдар, оны не істеуші? Алып сатарлар, яғни перекушевтар әскерде де болады екен. Сонымен тамашалаймыз. Реал қайрат ойында. Сен қанша бермедің? 50 мың. 50 мың, сен қанша бердің? 40 мың. 40 сен? 30 мың. Сен қанша беріп едің? 5 мың. Осы ғой, сен бар атаның артында тұр. Досым өшіре тұрасың. Қазіргі таңда жастар әскерге келгісі келмейді. Соған орай біз әскерге жарнама түсірген болатынбыз. Бұл жарнама әскерге барамын ба әлде бармаймын ба деп жүргендерге арналады. Бұл сәтке дейін сенің өмірің күнделікті ағыммен өтіп жатты. Бірақ дәл бүгін барлығы өзгерді. Бүгіннен бастап мен сендерден нағыз еркек жасаймын. Ай, ағай, ол ауыртпай ма? Бұл жерде сенің нағыз мінезіңді көрсететін жер. Әскерде біреу теседі, мен біреуге теспесем, ешкім маған теспейді. Абырой деген жетеді. Бұл жерде досыңа көмек беруді үйренесің. 38, 39, 40. Досым, сен шаршаған шығарсың, мен саған көмектесейін. 41, 42, 43. Әскерге келу міндетің, әскерде жүру абыройың, отанды қорғау ол сенің ерлігің. Құрметті достар, рахмет. Сөз соңында. Егер артымызда бұғанасы бері қанаты қатайған, елім дегенде еміренетін ұрпақ қалсын десең, жалтақтама, жалындасын жігерің. Құлқыңды емес, ұлтыңды ойла, ұлтың сенің жүрегің. Білікті бол, білімді бол, биік болсын талабың. Сен қазақсың, қожайыны, мына байтақ даланың. Сіздермен бірге болған Қазақстан Республикасы Қорғаныс Министрлігі құрлық әскерлерінің ерекше мақсаттағы бригадасының жұлдызды жігіттер жайдарман тобы. Рахмет. Офицер, қаһарман, жігер оты жанғандар, офицер, жау жүрек, намысты тарландар. Рахмет, алдарыңызда өнер көрсеткен жұлдызды жігіттер командасы полковник Абай Әлібековке, сонымен қатар подполковник Мұхит Қарабаевқа өз алғыстарын білдіреді. Соңғы жұптың қос бірдей командасын сахнаға шақырамыз. Қарағайлы жұлдызды жігіттер сахнаға. Ойын туралы Есен ағамыз. Жігіттер, көп рахмет. Жалпы енді әскерге бару, бармау бұл қазіргі таңдағы қоғамдағы өзекті мәселелердің бірі. Мүмкін біз насихатын дұрыс жеткізе алмай жатырмыз ба, мүмкін құндылығы өзгеріп кетті ма дегенмен осындай әскери өмір мен өнерді қатар бұл жүрген азаматты көргенде бір көңілге әдемі бір сондай қонды дүние болады. Сондықтан да жігіттер осы екі дүниені қатар, оның үстіне сіздер қазір курсант емессіздер, кәдімгі өмірде кез келген жағдай болғанда дайын болатын азаматсыңдар, сол жайдарманға деген махаббатпен келіп жүрсіңдер.
кейбір жігіттер 10 жылдан асты осы салада жүргеніне. Ал енді Жайдарманға деген махаббатпен біраз жыл жүрген бұл Қарағайлы құрамасы, екеуің де терезең тең өнер көрсеттіңдер, сондықтан да енді шешім қиындау болады. Ойын туралы Бақытбек ағамыз. Рахмет. Біріншіден жаңа спонсор жоқ, өз еркімен келіп жатыр деді ғой негізі. Бізде кезінде солай бастағанбыз. Талай біздің пойыздағы билетімізді, тамағымызды Есенаға алып беріп, жаңағыдай қайтуымыз, жататын жеріміз проблема болып, біз командалардың, Атыраудың командалардың балалардың үйіне жатып, сөйтіп сондай бір кездерді өткізгенбіз. Бірақ кейін жақсы өнер көрсетіп, жақсы сценарий жазып, сөйтіп ойнағаннан кейін спонсорлардың өздері келіп, біз сөйтіп жақсы команда болдық. Сондықтан жігіттер ол спонсор жоқ деп ешқашан көңіл күйді түсіруге болмайды. Тек қана алдыға сәттілік тілейміз. Шкаф туралы әзіл өте күшті болды. Негізі көп нәрсе айтуға болатын еді. Өз жерде тек қысқа тоқтадыңыздар, бірақ идея өте күшті. Рахметімізді айтамын. Ал енді бұл жақта әскери саладағы жігіттерге келсек, былайынша әскери адамдар юмор айтады дегенге қиын ғой негізі. Бірақ бізде сіздердің бүгін тапқырлықтарыңыздың арқасында, осындай көрсеткен өнерлеріңіздің арқасында бәрі қызық, бәрі күшті болды. Әрбір адам отан алдындағы борышын өтеуге міндетті деп ойлаймыз. Біз енді сол уақыттан өтіп кетіппіз ғой енді былайынша айтқанда. Егерде қазір бүкіл мүмкіндік жасалған. 1 айлық әскер бар, 1 жылдық әскер бар, 6 айлық бар деп естідім. Сондықтан әрбір адам өз алдын өзінің отан алдындағы борышын өтеуге тиісті. Ал сіздер бүгін өз борыштарыңызды сахнада өте жақсы өтеп шықтыңыздар. Рахмет, күшті ойын болды. Соңғы жұптың ойыны бойынша Рамазан ағамыз. Екі командаға да рахмет, шынымен тәжірибе жөнінен, бірнеше жылдар жүруінен, Жайдарман деген махаббат жөнінен екі команда бірдей. Қайрақал командасына тоқталатын болсақ, Тимур, неде Жайдарманға деген махаббаты белгілі, жүргенің белгілі, деген тек қана бір нәрсе, құрам алмаса береді, сол нәрсе дұрыс емес. Команданы бекіту керек болды. Тоқталу керек, бір командамен ойнауға шешім қабылдау керек. Мен не екенін білмеймін, әр ойында әртүрлі ойыншылар көре беремін. Құрамды бекітуді үйренсеңдер. Жігіттер, сіздерде барлық жақсы, құрамды келінше көбейту керек. Шоу, элементтер, эффекттер көргім келеді алдағы ойындарда, алдағы маусымдарда. Көп рахмет екі командаға. Мен даусымды бастай берейін. Бақалөкті армияға алып кетпес, мен жұлдызды жігіттерге беремін. Жұлдызды жігіттер есеп 1-0. Есен ағамыздың дауысы. Мен Бақалөкті әскерде көргім келеді, Қарағайлы. Қарағайлы құрамасы есеп 1-1. Шешуші жұптың шешуші ұпайы Бақытбек ағамыз. Исаға менен құтыламай жүрсіз бе немене? Мен дауысымды өте қиын шешім. Екеулеріңізді күштісіздер. Жұлдызды жігіттер. Рахмет. Күшті жігіттер. 4-ші жартылай финалист атанып отырған жұлдызды жігіттер командасы. Рахмет. Қос команда сахнада қала беріңіздер. Жалпы бүгінгі сайысқа қатысқан барша командаларды көрермендеріміздің қошеметімен сахна төріне шақырамыз. Құрметті көрермен, үлкен өтініш, мәдениеттілігімізді көрсетіп, ойынымыздың соңына дейін орындарыңызға жайғассаңыздар деген өтініш. Арнайы сіздердің көңілдеріңізді табу үшін Жайдарман топтары қаншама уақыт дайындалды. Сол себепті сәл мәдениетті болайық, соңына дейін шыдайық, бір 5 минут уақыттарыңызды аламыз. Жалпы бүгінгі ойын туралы Қазылар алқасының пікірі. Есен ағамыз. Қазақстан каптың енді соңғы шешуші кезеңіне жолдама алдық. Ол ойында 4 команда ойнайды. Дегенмен тағы бір біздің ойымыз бар. Бұл резерв емес, сол жерде бір кубок болатын шығар. Сондықтан да осы Қазақстан кап жобасына қатысқан тағы да бір командаларды сол жобаға шақырамыз. Ол командалар осы бүгінгі ойында жол болмайған командалар ол топта бар. Сондықтан да алдағы жаңалықты күтесіздер. Ал енді финалда, яғни жартылай финалда өнер көрсететін командаларға сәттілік. Бұл жерде тәжірибе бар, жастық бар, бәрі бір жерде тоқайласады. Биылғы маусым менімше бұлай жаман өтпеген секілді, көп жауапкершілікті командалар мойнына алды. Енді Жайдарман бұл жерде экспериментті көп жасаймыз. Жалпы эксперименттен қорықпаңыздар, ойнаңыздар, өмір деген тамаша. Бақытбек Қарамзаев. Рахмет. Мен қазіргі командаларды көрсем, есін шын керек, өте қатты қуанам. Сіздерде қазір өте үлкен мүмкіндік бар. Біздің кезімізде тек қана Жайдарман ғана бар.
то оның алдында яичница жұмыртқа дейтін болатын түгін жаңағыдай сценарий слабый нашарлау командалар бір ғана немесе екі ғана әзілден ойнап кетеді, оны эфирге түсіретін түгін. Мә жұмыртқа жақтан есіме түсті. Біз жұмыртқада да ойнағанбыз кезінде. Сөйтіп мінекей эфирге таласатынбыз. Біз эфирге жету үшін қаншама дайындалатын түгіміз. Қазір сіздердің зор мүмкіндіктеріңіз бар. Қазақстан кап, мысалы тағы да қаншама ойындар бар. Барлығы түсіріліммен. Сондықтан сіздерге берілетін өзі 7 минут пен 10 минуттың арасындағы мүмкіндік қой. Сол мүмкіндікті әбден дайындалып келіп күшті өткізсеңіздер, сіздер де кез келген осы саланың жұлдызы боласыз деген ойдамыз. Сәттілік тілейміз. Рахмет. Күшті ойын болды бүгін. Асты ашылатын диван. Командалар рахмет, жеке-жеке мен тоқталып кетсем, өтпей қалған командалардан фокус командасы. Жігіттер, сендерге фокусты өздеріңе қою керек, өздеріңіз бірінші кім екенін тауып алсаңыздар, содан кейін оны көрерменге түсіндіру керек болады. Содан кейін сіздерді қабылдап бастайды. Көп-көп рахмет, лавандовый рафтарыңыз күшті болды кеше алып берген. Ату мини, сіздерге шешу керек, я ойнайсыздар, я ойнамайсыздар, мінез жетіспей жатыр сіздерге. Нақты пихать ету дейді ғой дүниелер. Ағаларыңызда наглость өте көп болды, сол сіздерде аздау болып тұр, қалған барлығы жақсы. Команда ретінде жақсыздар, сіздер бұдан да жоғары деңгейде ойнауға лайықты командасыздар, тек қана жетіспей жатқаны сол нәрсе. Сондықтан да нақты шешім қабылдау керек, біз дұрыс командамыз, біз ары қарай жүреміз, біз нәтижеге жетуге жұмыс жасаймыз деп. Оспанов құрамасы жеребе жолдас болмады дейтін сөз сіздерге бүгін келіп тұр, барлығы жақсы, командада мен айтатын дым да жоқ. Жігіттерді әрі қарай дамыта берсеңіздер, дұрыс пайдалансаңыздар, үлкен нәтижеге жетесіз деген ойдамын. Қарағайлы сіздерге құрам бекіту керек және нәтижеге жұмыс жасап бастау керек, себебі тәжірибелеріңіз жеткілікті, бірнеше жыл жүрдіңіздер, енді жүлде алуға таласу қажет үлкен орындарда. Жұдырық командасы мен Амазонка командасын айтарым, жігіттер, қыздар, финалдық бәсекелерде сіздерді мектептің оқушысы қыздар ғой деп ешкім қарамайды, сондықтан да бүгіннен бастап финалға дайындықты бастаймыз. Жұдырық командасы актерлық шеберлікпен қоса әзілді жазамыз. Амазонка әзілдер дұрыстаймыз, дайындықты жақсылаймыз. Сөздер ұмытуға болмайды финалдық бәсекеде дұрыс нәтиже көрсету үшін. Сейфуллин құрамасы осы қарқыннан қайтпаймыз, дамаймыз, тоқтамаймыз, жұлдыз алуына ұшырамаймыз, қыздармен басымыз айналып кетпеу керек. Түсіндіңдер ғой, әрі қарай сол жұлдыз жігіттер құрамды көбейтеміз, шоу көбейтеміз. Тәжірибе сіздерде жетіп жатыр. Сол қалған командаларға ойын үшін рахмет, маусым үшін рахмет. Келесі маусымда жүздескенше. Рахмет, және де осы сәтті пайдалана отыра бүгінгі ойынға қолдау білдіргендері үшін Жайдарман ұжымының атынан Астана жастар ресурстық орталығына өз алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, қараша айында өтетін Қазақстан кап чемпионатының 1-2 жартылай финалдық сайыстарына баршаңызды шақырамыз. Бүгінгі ойынның қорытындысы бойынша тікелей жолдама алған 4 команданы шын жүректен құттықтаймыз. Жайдарманның жайдарлы сайыстарында жолыққанша аман сау болыңыздар. Every night олар Жайдарман ойнайды, олар басқаша ойлайды, қоям дейді, қоя алмайды, бұл ойынға еш тоймайды, көрермен қазы сынайды.